Ассалаумағалейкум жігіттер. Менен еттің бағасы түсе ме, түспей ме, түссе не үшін деп сұрамаңдар. Мен экономика министрі, базар басқарушы. Еттің бағасын мен шығармайым. Мен тек бүгінмен өмір сүремін. Менен бүгін еттің бағасы қанша деп сұраш. Бүгін бұқаның еті 2700-ден 3050 теңгеге дейін. Енді не үшін 2700-ден 3050-ге дейін десең, бұқаның салмағыны және қаладан қаншалық алыс жақыны, үйіңе барып сойып ала ма, 4 ай байланған ба, 6 ай байланған ба, соған байланысты еттің бағасы 2700-ден басталады, 3050-ге тоқталады. 3050 деген баға Алматыға тірідей апарылсаң, және 3 кг кепкісіне. Және менің 5000 теңге басына еңбек ақым бар.